Сәлем достар, алда келе жатқан көктем мерекесі құтты болсын. Сіздерге мынандай өздеріңіздің үйде балаларыңызбен, інілеріңізбен, қарындастарыңызбен немесе оқушыларыңызбен жасауға болатын әдемі бір қуыршақтың үлгісін көрсеткім келіп тұр. Бұл қуыршақ өте қарапайым әрі тез жасалады. Бұл графированный бумага арқылы жасаймыз. Бұндай қуыршақтармен қыз балалардың үйдегі туған күндеріндегі столдарды безендіруге болады, немесе мына мектептегі әдемі шараларды осындай қуыршақтармен безендіруге болады. Бұл үшін бізге қарапайым сурет керек, А4 форматта салынған қатты түрі. Бұндай қуыршақтарды жасау үшін кез келген ханша болсын, кез келген мультфильмнің қыз бала кейіпкерін ала беруге болады. Біз көктем мерекесі келе жатырғасын, наурыз келе жатқасын, осындай қуыршақтың бейнесін, қазақ қызының бейнесін жасағанды жөн көрдім. Ол үшін бізге астына графированный бумагадан помпон жасау керек. Қазір оны жасап көрейік. Мынандай 8 қабат алдық. Бұны жасалу жолы кез келген адам жақсы біледі. Өте жасалу жолы өте оңай. İnternette de жасалу жолдары толып тұр. Содан кейін біздер ұштарын әдемі қиып аламыз. Содан кейін гүлдерімізді ашып, осылай рецептімен жайлап көтереміз. Бұндай помпондармен мерекелерді, үйіміздегі туған күндерді безендіруге әбден болады. Біздер қазір мына қуыршағымыздың астыңғы көйлегін жасап жатырмыз. Өте оңай және әлі тез жасалады. Содан кейін осы жасаған көйлегіміздің астына мынандай қыздардың бейнесінің тек қана үстіңгі бөлігін алып қиып аламыз. Және шырын сорғышты артына мынандай алып крелейміз де ыстық желіммен ішіне былай орналастырамыз. Содан кейін, болғаннан кейін, былай көрсете
орналастырғаннан кейін мына жерге астыңғы көйлегін жалғап бөлектей жібереміз. Сонда біздің қуыршағымыздың астыңғы бөлігі шығады. Бұл орнықты тұру үшін астына мынандай дискіді орнатуға болады, немесе өзінде қойып қоюға болады. Мінекей қуыршақтың астыңғы бөлігі. Содан мынандай әдемі қуыршақтар шығады. Көктем мерекесі құтты болсын. Енді мынандай шаблондар керек болып жатса, электронды поштаның астына қалдырыңыздар. Сізге міндетті түрде почтаңызға жіберемін. Үйде балаларыңызбен бірге жасап көріңіз. Балаларыңызға, қыздарыңызға өте ұнайды деп ойлаймын. Көп рахмет.